Hayırlı gün, hürmetli cemaat. Şakkanda men aytam, нәрсе турында сөйләргә. Шунасын искә төште. Бер кызганып куйган мен aytam. Фотолар шунда кул астында килеп чыккан. Фотодан хатта башка язмасылар бар янда. Бер малай. Анда мен фото Казак малайлары арасында Стамбулда мәчеттә. Алар шунда мәдрәсә булдымы, укыдылар. Босфордан узгач, анда Чамчылар дигәнме? Бер мәчет, Чамчы дигән, ягъни Нарат дигән. Мин инде тарихын бер сөйләгәнем. Ул 2 манаралы мәрмәрдән төзелгән мәчет. Анда бер сөйләгәннәр. Bir Türk Tüşünə Peyğəmbər aleyhisselam kırgan aytkan, uzamый sen bayısın, менә шушында mərmərdən 2 manaralı мәчет төз дигән. Шунасын берничә вакыт узгач, ул дөрестә байый башлаган. Никтер менә байыгач, шул мәчетне төзгән. Анда бик уңай табырга ул теге. Анда Орта Чишмә дигән тагы Босфорны узсаң, шунда бар инде. Мен тордым бер атнаманда. Шунда шул хатта мен бер Александр дигән, Искәндәр дигән, ул әтисе үлеп киткән. Әнисе чыккан мусулманга. Әтисе дә урысмы, әнисе дә марҗамы. Чыккан мусулманга әнисе кияүгә. Шунасын бу малай ислам динен кабул иткән. Шул нидә Стамбулда торадыр. Бер вакытта өенә барды. Үзе студент. Ни барсы $100 түлейме ди, әллә $50 ме, 100 ме фатирга ай сайын. Анда 2 зур бүлмә шундый. Ну, яри. Шунда Казак баллары Төркиядә инде Казак баллары Монголиядан килгәндә. Шулар әлтеге футбол уйныйлар, хатта мине чакыралар. Мен инде капкага торам. Алар элек уйнадыңмы? Мен әйтәм, юк дигән булам. Шунасын, ой, абый, яхшы торасың бит, беләсең ди. Мен әйтәм, мен Үзбекстанда кишлакта азрак уйныйдырым. Теге яклаумы, защита, шунда уйныйдыр. Амында капкага куйдылар инде уйнарга. Анда 2 команда. Шул уйнаган баллар, яшүсмерләр инде өлкәнрәк тә Монголиядан килгән монголлар, ислам динен кабул иткән малайлар һәм казаклар, казак халкы. Шунда берсе фотографиясын бирде миңа. Мен аны айтканым. Мен дә Казакстанда апамның внучка инде урысча. Бездә бит ул ни онук кыз инде. Менә бараныкы дигәнем. Ул кызыксынды. Танышасы килде. Менә инде ул әни ягыннан татар, ул внучкасы ничек инде әйтер шул теге племянница инде минем. Внучатая. Әтисе ягыннан казак инде ул. Мен уйлаганым, бәлки кызыксыныр дип, бу малай фотографиясын да бирде. Мен алар белән фотога төштем. Шунда тордым мине бер вакыт инде. Шуны менә ул теге племянница, юк ди, мен казакка чыкмыйм дип, үзе атасы казак булса да казакка чыкмыйм дип, шулай чыкмады. Мен уйлаганым, әйтәм, шул фотоны язуны әллә сез ышансыннар дип интернетка шунда видеога чыгарыйммы дигән. Әйтәм, яри, күреп алыр да рәнҗеп китер. Ул бит анага бит теге племянница дигән баш тартты. Ул хәзер инде өйләнгәндер, күрсә хатыны ул өйләнгәндер, хатыны күрсә әйтер. Әллә нәрсә каядыр хатын эзләгән, тегеләй булай дип аннарга. Вот. Шуны әйтәс килә. Күрдеңме, Казак Монголияда турып казак егете килгән Төркиягә өметләнеп шул теге яртылаймы казак кызын алам дип өметләнеп, шатланып, шундый өмет туданнарда. Вот. Әнә һәр кайсы үз милләтен алырга тырыша. Ул менә Монголияда турып монгол кызын алыр, мәсәлән, ислам диненә кергән. Монда Төркиядә бер түрк кызынан артыннан йөреп, бәлки өйләнер юк. Үзе Тегендә казаклар күп ди, шунда тапмаганмы? Әйе.
Алар қазақ халқы ру деп қызықсына, алар білесізме, ру деген қабиләме, хатта қайсылары 40-50 мың кішіден тұра, қайсылары ярты миллион тұра. Көрдіңіз ме, міне бір ярты миллион қабилә аларына ру. Шул жер үстінде, мәселен, жер yüzінде. Алар шуңа қарамастан өз руына үйленмейлер. Чөнки алар қазақтар 15 буындағы вәкилләрен, кішілерін туған деп саныйлар. Көрдіңіз ме? 15 буын. Біз қарайбыз кино, мәселен, Европаны көрсетелер. Кузен, кузина дейлер, мәселен. Бізде аларда екінші қараш, мәселен. Шул кузен деп нетелер, үйленшелер. Мен әрше айтасыз, анардан түгіл енді. Мен тек бір тоқтап тұрғаным шул, міне, қызық сындырайым деген шун білем. Көбісінше шул аптырын міне метем. Көрдіңіз ме, Монголиядан, анда монгол малайларды қабыл еткен ислам динін. Бұл қазақ малайды. Анда бик қазақлар шул міне өзінің бір рудыр әлі көбісінше. Шунаға таба алмайшы Түркияға келіп, Түркияда да ізлемеген. Мені түгі фотографияны көріп қызықсынды. Мен ойлап тұрам, мен айтам, мені племянцы бек риза болмады. Ол түгі Қазақстанда тұра, нендей нәрсе, күн батыш Қазақстан өлкәсінде, Западный Казахстанская область деп орысша. Міне бір фикір болған, ешондай идея. Монголияға барып, шуны табырға да алар хақында видео түсірген, міне қазақтар нешек яшай. Көрдіңіз ме? Монголияда ера әлі қоя тұрып, тілін сақлылар, динін сақлылар, ғұрып-ғадаттылар сақлылар. Бізде енді қызғанышқа қаршы өзіңіз көріп тұрасыз. Өзіңіз көресіз енді. Кімдір өзінің фикірі бардыр, айталар бейт, какая разница деп. Әгер де сіз шулай ойласағыз, міне айтасым келе бір туғанларын айтмайм енді кім екенін деп. Чөнки тыңдасалар, ренжіп кетер уақытында алар мында тұрмай, шетелде тұрып, шунда күйеуге шықтылар. Енді жеңге біздің тұл қатын болғаш, тұл болып қалғаш енді абайбыз не вафат болғаш. Бұл меңа қызы анын сүрі племянцым. Татарларына сен мене мұнда болдың, тұрдың шақарда де, татарларына білмейсің мені. Мен олап тұрам, сенің екі құдағайың бар, нек бармайсың. Құдағайлар бүтән милләт кішісі, бүтән дин кішілері. Бәлки алар бик яқын болмағандыр. Татар, мәселен, өзіңнің құдағайың болса, анын құдағайын тағы құдағайлары болыр, ақиратлары болыр, туғанлары болыр. Ішің пұшқанда барып, шында Құран оқытып, елап, азырақ шай ішіп кетсең де, көңілің бошап кетір, мәселен. Олдыны, әлі әбі айтадыр, шушияқта мен депутатлыққа шығам дегенде, садақа бергенде, ол айтты, тігі балам, олды орты қайырлы болсын. Шу шекілі жәмәғат, міне сіз ұшы фикірді бін тұрасыз, өзгәрі алла фикір. Чүнки нәрсе де әлі, тек недегіне, ишәк кіна де ол дей. Өзді фикірін алыштырмайды. Адам баласы фикірі өзгәрі оланын дей. Шуна көре, сіз міне біздің ата-бабалар бұштан-бұшқа мәселен шундай әйтмәгәнләр алар. Бізге қошмаған, біздің ауылда да шул хатта. Бір-біртік татар болса да, тырышалары өз милләтіне үйленірге, өз дин, татар өз динлі диндәшке үйленірге. Ата-бабалардан бір шундай ақыл қалған енді. Кеңеш, ақыллы кеңеш. Міне, бір қайшан, мәселен, кіші үлкенeye, ол өз диніне беріледі, шунда тұтыналар бөлерге, міне, бұл біз дин кішісі түгіл, міне, бұл бұлай, бұл бұлай. Мұнда айырмасы болмаса, бәрбір алай Ирақ деп санамайлар, туған деп санайлар, бір қайда барамайлар, чөнки теге аш уздырғандамы, Құран оқытқандамы, бәрбір туған деп жиылшалар ауыр шақта да, көңілі шақта да. Шун белән тамамлыйсым килә, қызықсынса, енді хабар итерсіз, мен тағы давам итермен. Сау булыгыз, рәхмәт игътибар өчен.